Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өстіп қияр тұздаймын, банкіге жабамын. Ол үшін мен алдын ала банкіні жақсылап кірсамын, астудысымен жуып шайып алдым, жақсылап тұрып. Мен қиярларды да 2-3 қайтара жуып, мұздай суға салып қойдым табаққа 2 сағаттай. Одан кейін банкінің түбіне өзіңізге керек ұнаған дәмдеушілерді қосасыздар. Менде кептірілген укроп, хрен жапырағы, лавровый лист, горошек, қара бұрыштар, домалақ. Соларды қосып, одан кейін қиярды өстіп барымызша тығыздап саламыз. Мен банкіні булаған жоқпын. Үстіп ыстық қайнап тұрған ыстық суды толтырып құямыз аузына дейін. Банкінің қақпағын 2-3 минут қайнатып алдым. Осы құйған суды бір жарты сағаттай әбден жылығанға дейін ұстаймыз, қақпағын жауып. Бірінші құйған суды міндетті түрде төгіп тастаймыз, бұның қажеті жоқ. Әбден толтырып, қақпағын жауып, дейін жылығанға дейін ұстаймыз. Оны төгіп тастадық, судың төгіп тастаймыз. Одан кейін таза қайнаған су қоямыз үстіне, қайтадан қайнаған таза су қоямыз. Бірінші суны міндетті түрде төгіп тастау керек. Екінші суынан маринад қайнатамыз. Бұны да жауып қоямыз, 20-25 минуттай қоямыз. Одан кейін қазанға құйып, осы екінші суынан маринад қайнатамыз. 2 литр банкіге 2 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз. Менде 4 литр болғаннан кейін 4 ас қасық қант, 4 ас қасық тұз. Қайнағаннан кейін каждый банкіге 2 шай қасық уксусный кислота қосамыз. Мен 4 шай қасық қостым, 2 банкі жауатын болғаннан кейін. Міндетті түрде артық су қайнатып қойыңыздар, шайнекпен. Толмай қалса толтырып қоямыз. Егер қаланың үйінде тұратын болсаңыздар, осы каждый банкіге 2 литрге 2 таблетка ацетиловый кислота қоссаңыз болады. Мен қосқан жоқпын. Себебі мен жер үйде тұрғандықтан маған уксусный кислотаны жеткілікті. Одан кейін қақпағынан